Ассалаумағалейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ақниет. Бүгін сіздермен осында етті бәліш пісіретін боламыз. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі видеоларды алғаш болып өзіңіз көретін боласыздар. Ең алдымен ыдысымызға қаймағымызды салып аламыз. Қаймағымыздың проценті рөл ойнамайды. Одан соң сары майымызды ерітілген, соны құятын боламыз. Майымызды құйып тұрып, осылайынан араластырып тұратын боламыз. Одан соң жұмыртқаларымызды жарып алып, барлығын жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Тұзымызды саламыз және де ас содасын салып, барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып болғаннан соң барлығын жақсылап тұрып араластырып қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ қамыр шығатын болады. Қамырымызды илеп болдық. Осындай әдемі бізде қамыр шықты. Оны орап, осылайынан қойып қоятын боламыз. Оған дейін ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды осылайынан ұсақтап турап алатын боламыз. Пиязымыз дайын болды. Енді осылай қолымызбен мыжып араластырып алатын боламыз. Одан соң картопымызды да осылайынан турап алатын боламыз. Мінеки картопымызды турап болдық. Енді оны үлкенірек ыдысқа босатып алатын боламыз. Және одан соң фаршымызды салып, дәміне қарай тұзымызды, бұрыш, тағы сол сияқты нәрселерді қосып араластырып алатын боламыз. Міне біздің салмамыз осындай болып шығады. Енді қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Қамырымызды осылайынан екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуін кішкентай, біреуін үлкендеу қылып, осылай дөңгелетіп суала жасап алдық. Одан соң үлкендеуін, яғни үлкендеуі астына, кішілеуі үстіне осылай жайып алдық. Одан соң осылай пергамент қағаз төсеп жайып алатын боламыз. Мінеки созып алсаңыздар да болады. Осылай қолмен жан жақтарын теп-тегіс қылып, одан соң ішіне салмасын саламыз. Осылайынан теп-тегіс қылып салмасын қолмен жайып шықсаңыздар да болады. Қасықпен, әркім өз қалауы бойынша. Енді жаңағы кішкентай қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалыңдау қылып жаймаймыз. Орташа бір қалыпты қылып жаятын боламыз. Мінеки дайын болды қамырымыз. Осылай бетіне майларымызды қойып шығамыз. Сонда іші сочный болып шығады. Осылай жаңағы жайған қамырымызды бір-біріне біріктіріп қоямыз. Жан жақтарын осылай жабыстыратын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар. Пісу үстінде ашылып кетпеу үшін осылай жақсылап біріктіріп алсаңыздар. Одан соң осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай өретін боламыз. Қамырымыздың ортасын осылай тесіп қоятын боламыз. Және де ішіндегі ауалар да шығатын болады осылай тескен кезде. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқамызды жағып шығатын боламыз. Осылай мінеки. Бетіне кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Сонымен дәмдірек және де әдемірек көрінетін болады. 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінеки біздегі пирог осындай болып шықты. Өте жұмсақ және де дәмді болды. Бір жасағынан шығатынына сөзсіз.